Туған туысқандарыңыздың арасында, болмаса таныстарыңыздың ішінде р дыбысына тілі келмейтін адам бар шығар. Оларға бірі түсіністікпен қараса, екіншісі күле қарайды. Мүмкін балаңыз р дыбысын айта алмайтын шығар. Сол бір әріптің кесірінен балаңыз тілі мүкіс, сақау атанып кетпес үшін қандай іс-шаралар қолдану керек және не істеу керектігі туралы бүгін сіздермен сөйлесетін боламыз. Сонымен сәлем, менің есімім Мадина, мен актриса әрі педагогпын. Бұл менің 15-ші сабағым. Егер сіз осыған дейінгі 14 сабақты көрмеген болсаңыз, дәл қазір менің еркін сөйле каналыма тіркеліп, пайдалы тегін ақпараттарды меңгеріп, жаттығулар мен техникаларды менімен бірге қосылып жасап, еркін, таза, әдемі, сауатты сөйлеңіз. Баласының болашағына алаңдайтын әрбір атана оның кейбір әріптерді дұрыс айта алмайтынына мән беріп, уақытты өткізіп алмай, тиісті іс-шараларды қолданғаны жөн. Балаңыздың тілі 3 жасқа дейін р дыбысына келмейтін болса, уайымдамаңыз. Бұл қалыпты жағдай. Өйткені 3 жасқа дейін баланың ауыз қуысы, таңдайы, тісі қалыпты жағдайға дейін әлі дамып үлгермейді. Ал егер 3 жастан асқан балаңыздың тілі болмаса өзіңіздің тіліңіз р дыбысына келмейтін болса, тиісті мамандарға жүгінген жөн. Достар, мен логопед емеспін. Мен ересектер мен балаларды таза, әдемі, сауатты, еркін сөйлеуге үйрететін маманмын. Мен дыбыс қоюмен айналыспаймын. Бірақ менің алдыма таза, әдемі сөйлеуді үйренуге келетін балалар мен ересектердің арасында осы р дыбысын айта алмайтындар өте көп кездеседі. Олардың логопедке бармауларының бірнеше себептері бар екен. Біріншісі әрине қаражат, екіншісі уақыт, ал үшіншісі ересектеу келген адамдар логопедтің алдына барып, өзінің проблемасын айтуға ұялатын көрінеді. Достар, біз бір нәрсені анық түсінуіміз керек. Мысалы, бала ең алдымен жүріп үйренбей жатып, ол бірден секіріп, билеп кете алмайды, иә? Сол секілді әдемі, таза сөйлеу үшін де белгілі бір сатылардан өту керек. Сөйлем сөздерден, сөздер әріптерден, әріптер дыбыстардан тұрады. Егер біз сол дыбыстарды айта алмайтын болсақ, қайдағы әдемі сөйлеу, қайдағы таза сөйлеу туралы әңгіме қозғауға болады. Жұмыс барысында қаражат жағынан қиналатын, уақыттарын өткізіп алған, болмаса логопедке баруға арланатын адамдарға менен көмек болсын деп, үй жағдайында логопедке дейін менімен бірге қазір көрсететін жаттығуларды жасап, әрекеттеніп көрулеріңізді сұраймын. Жалпы, тек қана р дыбысын емес, басқа да дыбыстарды айта алмау бұл тілдің кемшілігіне жатады. Ал тілдегі кемшіліктерді түзетудің екі жолы бар. Біріншісі радикалды, яғни хирургиялық тәсілмен. Ал екіншісі консервативті, яғни белгілі бір техникалар мен жаттығулардың көмегімен өзгертуге әрекет жасау. Әрине, мен бүгін радикалды тәсіл туралы ауыз ашпаймын. Сіздермен бүгін консервативті тәсілмен тіліміздегі кемшіліктерді түзетуге тырысамыз. Осы жерде айта кететінім, келесі 16-шы сабақты жіберіп алмас үшін қоңырауды қосып қойыңыз. Өйткені 16-шы сабақ бүгінгі сабақтың жалғасы болады. Р дыбысын айта алмаудың бірнеше себептері болуы мүмкін. Кейде тілдің астындағы үзеңгі қысқа болып, тіл дұрыс қозғала алмайды. Бұл кезде тек қана радикалды, яғни хирургиялық шешіммен бұл кемшілікті алып тастауға болады.
Ал екінші бір себеп ол тілдің болбырлығы, яғни тіл дұрыс жаттықпаған болуы мүмкін. Р дыбысын айту үшін біздің тіліміз керек жерде қатайып, керек жерде босаңсып, яғни сондай бір, қалай десем екен, ширыққан, натренированный болу керек. Бағанадан бері сіздерге теориялық жағынан ақпарат беріп, түсіндіріп, себептерін айттым. Енді қазір сіздермен практикалық жаттығуларға көшетін боламыз. Дәл қазір видеоны паузаға қойып, қолыңызды тазалап жуып, айна және мынандай құрал, әлбетте үйіңізде бұндай құрал болмауы мүмкін, сондықтан кәдімгі ухачистканың 2 данасын дайындап отырыңыз. Қандай да бір дыбысты қоймас бұрын, ең алдымен артикуляцияға арналған жаттығуларды жасап алу қажет. Қазір менімен бірге отырып қайталаңыздар. Ең алдымен тілімізді оңға, солға алдымен баяу, одан кейін жылдамдық қосып қозғалтатын боламыз. 3-5 минут жасайсыздар, әбден тіліңіз шаршағанға дейін. Кеттік. Жақсы. Келесі жаттығуымыз тілімізді мүмкіндігінше төмен және жоғары созатын боламыз. Кеттік. Жарайсыздар. Келесі жаттығуымызда біз таңдайымызды тақылдатамыз. Әдетте барлығымыз өзіміздің балаларымызға айтып жатамыз, таңдайыңды қақпа, таңдайыңды тақылдатпа деп. Бірақ дәл осы Р дыбысын айтып үйрену үшін бізге таңдайымызды тақылдатуға тура келеді. Кеттік. Жылдамдық қосамыз. Әрине, жасы кіші балалар бұлай жылдамдықпен жасай алмауы мүмкін. Қалай жасай алады? Солай жасасын. Бірақ күнде жоқ дегенде 2-3 минут бойы жасағаны дұрыс. Достар, әр дыбысты айту үшін біздің тіліміз әр түрлі қозғалыстар жасайды. Ал мынау Р дыбысына келгенде біздің тіліміз үшкір емес, жалпақ болуы қажет. Қараңыздар. Ал бұл қалыпқа жету үшін сіздермен қазір кесе жаттығуын жасайтын боламыз. Яғни тілімізді жалпақ қылып, ішіне су құятындай кесе жасаймыз. Кеттік. Яғни ішіне кәдімгідей 4-5 тамшы болса да су құятындай болуы керек. Күнде бір жасағанда 2-3 минуттан 5-6 мәрте жасауларыңыз қажет. Ал келесі жаттығуымыз тікелей Р дыбысын айтуға өте қажетті жаттығу деп айтар едім. Қазір мен камераға емес, экранға қарайтын боламын. Мадинаның көзі қылиланып кетті деп күлмеңіздер. Мен өзімді де бақылауым қажет. Қазір тілімізді жалпақ қылып таңдайға жабыстырамыз. Қараңыздар. Көрдіңіздер ме?
өте жақын қараса, саңырауқұлақ секілді көрінеді. Міне. Яғни тіліміз өте жалпақ, сол жалпақ күйі таңдайға жабысып тұрады. Бұл жаттығуды саңырауқұлақ деп атайды. Осы қалыпта 3-4 минут тұру қажет. Жалғастырамыз. Келесі жаттығуды жасау үшін біз ауыз қуысымызды сәл ашып, жымиюымыз қажет. Осы қалыпта тұрып, тілімізді жоғарғы тістің артына жасырамыз. Яғни таңдайда бүртіктер бар ғой, тіліңізбен сезіңізші, бүртіктер бар. Дәл сол жерге тілімізді жалпақтап жасырамыз. Мән беріңіз, жағыңыз қозғалмау керек, және тіліңіз көмейге қарай кетіп қалмау керек. Я болмаса, алдыға бұлай шығып кетпеу керек. Тіліміз жалпақ күйі жоғарғы тістің артына жасырынуы қажет. Осы қалыпта қолымызды қоямыз, жағымыз қозғалмас үшін сәл жымиямыз, аузымызды ашамыз. Енді д дыбысын ең алдымен ақырын, одан кейін жылдамдық қосып айтатын боламыз. Кеттік. Д. Жымидық, аузымызды аштық, тілімізді жоғарғы тістің артына жасырдық. Кеттік. Д. 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 Жарайсыз. Осылай бір жасағанда мүмкіндігінше 3-5 минут бойы жасауға тырысыңыз, ал күніне 5-6 мәрте қайталайсыз. Енді дәл бағанағындай сәл жымиып, ауыз қуысымызды ашып, тілімізді жалпақтап, үстіңгі тістің артына жасырып тұрып, з, зебра, з дыбысын айтатын боламыз. Бірақ з дыбысы анық з болып шықпайды, ол өзгеше болып естіледі. Оған мән бермеңіздер. Ең бастысы техникалық жағынан дұрыс жасауымыз қажет. Кеттік. Тіліміз жалпақ, жоғарғы тістің артында жасырулы, көмейге жабыстырулы күйі з. В. 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 Көрдіңіз бе? Таза з болып естілмейді. Сәл кішкене мұқият тыңдасаңыз, з мен р-ның арасындағы бір өзгеше бір дыбыс шығады. Неге біз з дыбысын айтып тұрмыз? Бізге р керек қой, бірақ дәл осы з дыбысын осы қалыпта айтқан кезде біздің тіліміздің ұшында вибрация пайда болады. Дәл сол вибрация біздің р дыбысын айтуымызға көмектеседі. Р дыбысының басты құпиясы тіл таңдайға жабысып тұрып вибрация, яғни толқын жіберу қажет. Яғни ауа мен тілдің арасында осындай бір сезер-сезбес бір вибрация жүру қажет. Ал енді бағана сіздердің дайындап қойған құралдарыңыздың көмегі тиетін кез келіп жетті. Мынандай құрал болмаса, ухочистка көмекке келеді. Ең алдымен мен мына құралмен көрсететін боламын, артынша ухочисткамен жасап көрсетемін. Енді бағанағындай аузымыз ашық, сәл жымиып тұрып, тілімізді жалпақтап,
үстіңгі тістің артына көмейге жабыстырып тұрып деп айтамыз. Бір кезде мынандай құралмен тілдің астын, зөңгісін бұлай жиі қозғалтатын боламыз. Кеттік. Бірінші Д. Естідіңіз бе? Р дыбысы ақырын шығып келеді. Яғни біздің тіліміз икемсіз болғандықтан ол вибрация жасамайды. Сондықтан Р дыбысы шықпайды. Біз қазір вибрацияны мынандай құралдардың көмегімен жасанды вибрация жасап жатырмыз. Ал осылай жаттығып барып, өзіңіздің тіліңізбен вибрация жасай алатын қалыпқа жетуіміз қажет. Тағы да қайталаймыз. Яғни мұрынмен демді диафрагмаға алып, сол ауаны үрлеп шығарамыз. Енді келесі ухачисткамен түрін көрсетемін. Достар, мен қазір сіздердің алдарыңызда қорқынышты, күлкілі болып көріну мүмкін, бірақ менің мақсатым сіздерді күлдіру емес. Қалай болса да сіздерге техникалық жағынан дұрыстап көрсету, сіздерге пайдалы болу. Ал енді ухачисткамен жасап көрсетейін. Барлығы бағанағындай сәл жымиямыз, аузымызды ашамыз, тіліміз жалпақ, жоғарғы тістің артына жасырынады, Д дыбысын айтамыз. Бір сәтте ухачисткамен тілдің астын осылай қозғайтын боламыз. Кеттік. Көрдіңіз бе? Енді егер жасы кіші балалар болатын болса, бағанағындай құралдан да, ухачисткадан да қорқулары мүмкін. Ол кезде бала өзінің сұқ саусағымен осы қозғалыстарды жасай алады. Балаңыздың тіліне ересек адам саусағыңызбен жасамай-ақ қойыңыз, баланың өз саусағымен жасағаны дұрыс. Өйткені өзге адамның қолына бала басқаша реакция беру мүмкін, лоқсуы мүмкін. Сондықтан бала өз тіліне өзінің сұқ саусағымен вибрация жасағаны дұрыс. Енді саусақпен жасап көрейік. Менің тырнағым сәл ұзындау, сәл дискомфорт и ауырады. Сондықтан тырнақтарыңыз ұзын болмағаны дұрыс. Достар, сонымен көптеген жаттығуларға толы 15-ші сабағымыз да аяқталды. Келесі 16-шы сабақ осы сабақтың жалғасы болады. Біз Р дыбысын автоматизациялауға 16-шы сабағымызды арнайтын боламыз. Сондықтан келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Ал осы 15-ші сабақ сізге, сіздің Р дыбысын айталмайтын таныстарыңызбен, достарыңызға, балаңызға пайдалы болды деп ойлаймын. Және сондай Р дыбысын айталмайтын адамдарға осы видеоны жіберіп, олармен бөлісу арқылы сауап жинаңыз. Бәріне пайдалы болсын. Келесі сабақта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.